Барлықтарыңа сәлем достар. Сіздермен бүгін мен Гүлдана. Мен осы жолы басқа да тақырыптарда, яғни видеоларды салғым келіп жүрген еді. Сабағыма қатысты видеолар салғым келді. 11 сыныптан, яғни өзімнің дайындық барысындағы видеоларды саламын. Сіздермен бірге бөліскім келді. Гаметогенез биология сабағынан осы тақырыпты мен ютубтан қазір бастайын деп отырмын. Гаметогенез үдерістері дейді. Және де бұл достар, мен айтып өткен, бұл маған да жақсы, есте сақтауға сіздерге де жақсы деп ойлаймын. Сол үшін осылай видео салып бастағым келіп жүрген еді. Гаметогенез үдерістері. Көбею диплотиді 2N 2S. Оған митоз жатады. Митоз жыныс бездері жасушаларының санын артады, көбеюде. Өсу аймағы диплоидты 2N 4S. Интерфаза митоз бен мейоз аралығы репликациясы жүреді. Әрбір диплоидты жасуша бөлінуге 2 хроматид тұратын хромосомалар болады. Пісіп жетілу аймағы, олар гаплоидты, олар 1N 1S. Мейоз, оларда мейоз болады. Мейоз жыныс бездерінің диплоидты аналық жасушасының 4 гаплоидты жасушаларының қалыптасады дейді. Қалыптасу аймағы, олар гаплоидты болып келеді. Сперматозоидтерде сұйық қалыптасады. Ядро жасушасының басында орын ауыстыратын сұйық түбіне митохондрия жинақталады. Жұмыртқа жасушасы қоректік заттар қоры жинақталады. Сәулелі тәж деп аталады. Қосымша жасушалар тобы біріккейді. Түзілу кезеңі сперматогенез, тек сперматогенез болғанда. Осы процестің нәтижесінде әрбір жетілмеген сперматидтер жетілген сперматозоидке айналып, оған тән барлық құрылымға ие болады. Хромосомалық, олар жылдам қапшық түбіне шоғырланады. Сперматидтің цитоплазмасы түгел дерлік сыдырып түседі. Сондықтан сперматозоидтың басында цитоплазма болмайды. Транслокация. Транслокация дегеніміз еріген қоректік заттардың түтікшелі өсімдіктің бір бөлігінен екінші бөлігінен жылжуы. Яғни еріген қоректік заттардың түтікшелері өсімдіктің бір бөлігінен екінші бөлігіне жылжуы транслокация дейміз. Транслокация. Ал транслокацияға жүрмейді өсімдіктің барлық бөлімдерінде. Флоема арқылы тасымалданады. Түтіктері өсімдіктерде органикалық заттар. Фотосинтездің басты мүшелерінде жапырақтардан өсімдіктің басқа бөліктеріне органикалық заттар сабақ бойымен жоғары да төмен жылжи алады. Қазір мен ксилема тек жоғары қарай тасымалданады. Олар 90%-ға жуығын флоема бойымен тасымалданатын барлық заттардың дисахарид сахароза құрайды. Ксилема тек жоғары қарай тасымалданады. 90%-ға жуығын флоема бойымен
тасымалданған барлық заттардың дисахарид сахароза құрайды. Сахароза қызметі қайтадан белсенді моносахаридтерге глюкоза мен фруктозаға айналуы. Сахарозаның негізгі қызметі қайтадан белсенді моносахаридтерге глюкоза мен фруктозаға айналуы. Вегетативтік кезең үлкен ағаштың діңі арқылы тасымалданатын төмен қарай 250 кг қант, транслокация жылдамдығын жоғары әдетте 20-10 см сағатында, максималды мөлшері 600 мм сағат, флоема қабығының қалыңдығы почта ашығатының қалыңдығына жуық флоема түзеді. Сүректенген сабақтар мен тамырлар қабығының ең кішік қабатын флоема сұйықтығы гүлдері өсімдіктерде дециметр 30 сүзгі тәрізді түтікшелер арқылы сүзеді. Ал келесі бізде сұрақ жауап болсын. Олар ең қиын сұрақтар болып табылады екен. Осы сұрақтарға жауап берейік. Гам-теріс бактерия үшін тұжырымдама. Гам-теріс бактерия үшін тұжырымдама. Менде бірнеше осындай көп варианты болды. Оның ішіндегі дұрыс жауабы липидтер мөлшері екен. Ферменттердің электрхимиялық қасиеті. Ферменттердің электрхимиялық қасиеті дегеніміз изоэлектрлік нүктесі екен. Гендік инерция техниканың үшінші жүйесі рецепт организміне вектор енгізу. Гата-бокс орналасады дейді. Гата-бокс орналасады ол промоторда екен. Транскрипцияның рецепторын бұғаттайды. ДНК метилденуі. Экстрофакторлы ұрықтандыру екінші сатысы. Олар ооциттерді бөліп алу екен. Экстропольді ұрықтандырудың екінші сатысы. Ооциттерді бөліп алу. Бір белгінің дамуына қуаттайтын бірнеше әлелдің олар актин. Өсімдік кезеңдесуі бойынша түрлері транзиция. Биоинформатикалық негізгі бағыты тізбектер биоинформатикасы екен. Парин бойынша тіршіліктің қалыптасуының екінші кезеңіндегі үдеріс олар каоцифация процесі. Эпиар вирусы осы аурулардың қоздырады, олар баркит лимфасы екен. Эндокринді бездерде орналасатын холеноциттер М3. АТФ молекуласының құрамындағы фосфат топтарының арасындағы байланыс олар макроэгриялық